Yani ona. Bu ülkenin de başlık değil. Кемесі айтпай айтпайды әнетті жиналса қосылсын фамилия деймін да. Иә. Айтпай сөйтіп тем более ескертілді. Иә, ескертілді. Осы менің атымнан сөйлеп Әнетті звондаш. Ama köyde bu fazlada ekolojik problem sayılır. Ama әлеуметтік проблеманы біз шешпей біздің қызымызда. Жоқ, ол әлеуметтік емес. Экологический проблема ғой бізде асылы. Әлемнің бәрінде Әлеуметтік сиырымыз бар, мал жоқ, шөп жоқ, анау не қылайын? Мен не қылайын? Жоқ, ондай сиырын сатып жібер. ол вопросты уже біз Құрметті жас қатысушылар, қоғамдық тыңдау ұйымдастырылған жиналысы бір ай бұрын өзі хабарланды ілінген түрі барлығыңыздың хабарларыңыз бар. Осы жиналысты ашуға рұқсат беріңіздер. Мен құзыретім жетеді ғой осы адамға қатысуға. Яғни дауысқа салайық онда. Құрметті жиналысқа қатысушылар, бүгін 12-сі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мына Бабай Қорған бір кен орнында құм қиыршық тас қоспасын өндіруге арналған тау-кен жұмыстары жоспарының экологиялық жобасына қоғамдық тыңдаулар ұйымдастыруда. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасы экологиялық кодексіне және қоғамдық тыңдаулар қағидасына сәйкес өткізіледі. Қоғамдық тыңдаулар қағидасының 25-ші тармағына сәйкес экологиялық жобаға мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар ескерілмейді. Жаңағы мәселе ғой айтып отқан енді. Ескерілмейді. Бүгінгі қоғамдық тыңдауларды біз ашық деп жариялаймыз. Және қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен ауыл әкімі Баймұрат Бердалашевич, төрағаның аты жөні лауазымы айтылды. Қоғамдық тыңдауға хатшы сайлау, хатшы ретінде Сыдыкова Нұржамал, экологиялық жобалаушы. Қарсылық. Баяндамашылардың сөз сөйлеуі. Баяндамашылар бойынша қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау соңында. Қоғамдық тыңдау төрағасы, құрметті жиналысқа қатысушылар 12-сі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бабай Қорған бір кен орнында. Бұл Бабай Қорған бір кен орны мына Бабай Қорған ауыл округімен шекарасында, мен түсінемін. Дұрыс границаға жақын да? Жақын. Онда баяндамашылар сөз сөйлеп кетсін, соңында қорытындылаймыз да. Сәлеметсіздер, мен есімім Нұржамал, қоршаған ортаны қорғау бөлімін әзірлеу үшін бүгінгі қарастырып отырғанымыз ол 12-сі жауапкершілігі серіктестігіне қарасты Бабай Қорған бір құм қиыршық кен орны. Бұл кен орынға тау-кен жоспары жасалды. Сол жоспарға негізделіп қоршаған ортаны қорғау бөлімі жасалды. Ол қоршаған ортаны қорғау бөлімінде атмосфералық ауаға, су қабатына, жер қыртысына, жануарлардың өсімдіктер әлеміне, әлеуметтік жағдайға әсерлері қарастырылады бұл бөлімде. Кен орын Бабай Қорған ауылынан оңтүстігінен 7 километр арақашықта орналасқан, ал Шорнақ ауылының солтүстігінен 7,13 километр екеуінің ортасында орналасқан. Кен орнының жаңа солтүстігінен Бабай Қорған 2 кен орны өтті ғой сіздерден. Сол карьерлер орналасқан, оңтүстігінде де карьер, шығысында Бозшек, батысында 2 километр арақашықта Бабай Қорған Шорнақ көшесі. Кен орнының жалпы аумағы 70 гектарды құрайды. Қазір сіздерге несін айтып өтейін, ені мен ұзындығын 70 гектарды құрайды. Бұл жерде құм қиыршық тас қоспасы өндірілетін болады және пайдалы қазбаны өндірген кезде бұл жерде бұрғылау және жару жұмыстары жүргізілмейді, тек қана механикалық негізбен жүргізіледі экскаватор арқылы. Тереңдігі пайдалы қазбаны өндіру тереңдігі 5-1 метрге дейін болады. Кен орнының несі қазір ұзындығы 1094 метр, ені 640 метр болады. Қызмет ету уақыты мерзімі 10 жыл кен орны, әр жылда 50 000 кубтан беріледі. Құм қиыршық тас өндіру, сосын тау жұмыстары, жаңағы ашу жұмыстарының көлемі бұл жерде 3,5 мың кубтан. Топырақтың құнарлы қабаты бар, осы көшмелі қабаты бар, сол 3,5 мың кубтан әр жылда.
Атмосфералық ауаға негізгі әсерлері осы автосамосвал, самосвал, бульдозер, экскаваторлар жұмыс істеген кезде бөлінетін газбен жаңағы пайдалы қазбаны өндіретін кезде ату, қазу, тиеу кезінде бөлінетін шаңданудың әсері ғой. Бұл біздің есептеу бойынша ластаушы заттардың жылдық көлемі 2,11-46 тонна ластаушы заттар бөлінеді ауаға. Су қабатының әсері жер асты, жер үсті сулары бұл жерде кездестірілмеген. Барлау жұмыстары 2020 жылы жүргізілді. Алдарыңызға ұсынылды. Рұқсат қағазы алынған 2020 жылы. Лицензиясы да бар бұл кісілерде. Жаңағы барлау жұмыстарына 2020 жылы алынған. Жақын орналасқан ауыз су көздері жоқ. Су қорғау белдеуі мен аймағына жатпайды бұл кен орны. Ауыз су бұл жерге техникалық су тасымалдау әдісімен ең жақын орналасқан елді мекендерден алып келінетін болады. Сарқынды сулар бетондалған шұңқырларға төгілсін деген бізде негіздеме жаңағы бөлімімізде жазамыз. Бетондалған шұңқырға ол толу мерзіміне қарай доғырмен жаңағы тазалау ғимараттарына жіберілетін болады. Септик. Бұл жерде біз қарастырып отырған қоршаған ортаны қорғау бөлімінде тек қана карьер кен орнын қазып алу жұмыстары ғана. Тасымалдау ДСУ бұл жерде қарастырылмайды. ДСУ ол бөлек проектпен, бөлек қоршаған ортаны қорғау бөлімімен, бөлек жаңағы өздеріңізге қоғамдық тыңдаумен келеді олар. Бұл же көбісі шатастырады тасымалдау зауытында. Қатты тұрмыстық қалдықтар арнайы алаңшаларда орналасқан контейнерлерге жаңа құрамына қарай сұрыпталып тасталынады. Қазір қатты тұрмыстық қалдықтың өзі құрамына қарай сұрыпталып тасталынатын болды ғой. Солай сұрыпталып тасталынып, мердігер компаниялармен договор жасайды бұл кісілер. Сол ары қарай олар утилизацияларға немесе полигонға жіберетін болады. Сосын жаңа ашу жұмыстары кезінде түзілген топырақтар арнайы алаңшаларға сақталынып рекультивациялау кезінде олар қолданылатын болады. Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне келетін болсақ, бұл жерде қызыл кітапқа енген өсімдік және жануарлар әлемі тіркелмеген. Яғни оларға әсері жоқ. Бұл кісілер енді бізге жоспар береді ғой, сол жоспар негізінде біз айтамыз, сөйлейміз. Біздің негіздеме ол. Өтіп көзілі оқып бастама, мысалы сіздер тексермейсіздер ме? Сіз сол жерде, именно сол жерде жұмыс жасайсыз ғой? Жоқ, мен жобалаушымын ғой. Тексересіздер ма дегенде негізі көз жеткізесіздер ма? Шынымен сол жерде ондай өсімдік жоқ екенде, жан-жануар жоқ екенде, әлде дайындап берген не қыласыздар ма? Біз жоба бойынша маған алып келіп, бұл кісі утвержден құжатымен біз зерттедік деп. Біз соның негізінде жұмыс жасаймыз. Мен ол жерде барып жеке тексеретін, мен ол жерде зертхананың жоқ ештеңе. Жобамен сөйлеймін. Мына жерде лицензияға 6 жыл берілген екен. Жоқ, ол барлау жұмыстары кезіндегі лицензияны айтып жатырмын. Бұл кісілер лицензияны экологиялық рұқсат қағазын алғаннан кейін алады. Озаттың де лицензия. Оның шаруасы бөлек. 6 жылдың ішінде сонда жұмыс басталу керек. Бұл барлау жұмыстары аяқталып қойды ғой бұларда. Барлау жұмыстары. Менде екі сұрақ бар. Мынау мен ашамыз ғой, скрипшн жұмыс істейді. Соның қалыңдығы қанша екеніне барлау болды ма? Разведка болды ма? Қанша екен скрипшн? Оны скрипшн деген жігіттерді бетіндегі топырағын алып, басқа дейін алу. жоқ, скрипшнда ол да полезный ископаемый. Ол да полезный ископаемый. Пайдалы қазба. Ол да пайдалы қазба, да? Пайдалы қазба. Пайдалы. Оны да бір жетсе болады, ол да бірдеңе жаратса болады. Біз тек қана жаңағы почтаны растетін не дейді? Құнарлы қабаты ғой, өсімдік. 20 сантиметр. Қалған скрипшн старт қосылады, жаңағы топырағы бар, ол 50 сантиметрден 1 метрге дейін. Екінші сұрағым. Мынау добыча 5,5 метрге дейін дедіңіздер, иә? 5-те 1-ге дейін ба? Соны неге енді біз бірақ енді 5-те 1-дің көлемінде сол тереңдікке дейін қазғанда, барлағанда су жоқ деп айттыңыз қазір. Солай ғой, иә? Осыны 4 метрден асырмасқа болмай ма? Болады. 4 метрден асырмасақ, тереңдігінде жігіттер. Оны былай болады да? Мен сұрақтарымды қойып кетейін. Неге былай болады? Сіз заказчик, маған пәленбай куб керек. Менің жерім 70 гектарға мысалы 2 миллион керек болса, ақмет сетіп қоямыз, қанша миллионға болған.
Урбанистке. Мысалы бір миллион дейтін болса, онда 3 метрге болуы мүмкін. 2 метр болуы мүмкін. Өзінің жаңағы техник зданиясы бар. Үшінші сұрағым. Мынау қазір до переработки болып отыр бұл. Сіздер ГПС-тің ғана қазір жұмыстарына келіп отырсыздар қазір. Екінші переработка тасын бөлініп, әр парселда қиыршық тастап шығарылады енді. Бұл пока бұл тыңдалым ГПС-ке ғой қазір. Иә. Солай Карьерге ғана. Карьерге ғана. Добычаға, пайдалы Добычаға. өндіруге қазба. Ал екінші енді переработка. Қайтып ол қазылған тасты өңдеуіміз керек қой бізге. Иә. Неше түрлі фракция, 5, 15, 20, 40, 60 деген жаңа фракциялар шығарылады енді. Соған отдельно тыңдалым бола ма? Ол бөлек жобамен өтеді. Оған рабочий проект арнайы істеледі. Ол сооружение келеді, оны қондырады. Ол кезде рабочий проект жасалыну керек. Иә. Оны да осы Енді одан кейінгі сұрағым мен. Бұл басқа. Одан кейінгі сұрағым. Бетінде ысқырышын жұмыс топырақ алғаннан кейін рекультивация мәселесі. Орын қайтып жабу керек жігіттер бұл жерде. Соған қаншалық кепілдік бересіздер? Бұндай уәдені әбден тойғанбыз біз. Ежелден қазында адам айтып болайын нәбекемен. Міне қай жылдары осы жерде ойын баласы ғой. Қозы алақ малын бағып шыққан балдар суға соның адам өліміне барды бұл жағы. Мына жігіттердің бәрі хабары бар. Вот осы келеңсіз жағдайға біз жеткізбеуіміз керек. Оған қаншалық кепілдік береді осы 12 сынып? Енді рекультивация жұмысына қайтып бетін жабуға. 100% кепілдік береміз. Ердан сен айтып отырған орында. Осы 5 метр тас алынған екен, соның менің ойымша 3 метрдің қайтадан тұпырақпен көміп керек. Неге дегенде? Mana Türkiye'nin kampanyası anaрадан үлкен не алды бізден жер астын. 5 метрге кәудір судан шығып кетті. Бірақ солар суын бәрін көміп 2 метрге шейін қалдырды. Не тастаған жерде. Біреуі бегіме қалып кеткен дейді, адамдар суға түсіп алды өлді де өлді. Бұл жерде негізі сіздерге тас алынғаннан кейін 5 метр тереңдікте тас алынды ба? Соның 3 метрін тұпырақпен көміп керек шығар. Сіздерге сондай не де бар шығар мен де ойлаймын. Болмаса жерін бәрін қасып кете берсе, жер асты сол төменге түсіп кете береді ғой. Да, атыңызға сіздің? Үспек Құрбанбай. Рәке десем болады ғой? Құрыға дей беріңіз. Рәке былай, қараңыз. Біз қазір 2 миллион қазбандық дейік, мысалы үшін. Оны қайтадан көму үшін 2 миллион табу керекпіз. Топырақ табу керек. Онда бізге қандай пайда болады? Мына жерден өзімізді алып сатып, кейін ол жерден сатып алып, қайтадан көміп тастап. Өз заң солай емес, Көмейін деп тұр ғой. 2 метрді көммесе болмайды ғой. Көмейді емес. Оны көмейді. Біткеннен кейін істелген нәрсе ғой ол. нелер банта дейді. Жоқ, просто мал мен берген кезде жаңа су шығып кетпейтін деңгейді мына кісілер өлшеу керек. Бұл кісілер мысалы мен де бір сұрақ қойып отырсыз. Жоқ, жаңағы несінде. Ну ладно, хорошо, ол жағымыз бара береміз ғой. Жаңағы сіздің материалыңызды біз көтеріп оқыдық та өткенде порталдан. Экопорталға кірдік біз ол нәрсені. Анализ ол нәрсені біз отырып біраз жұмыс жасадық. Сіз анализ жасағаш, подземный воды, надземный воды анализ жасағаштан не проектіңізде. Сол жерде біздің ауылға қатысты мен өзен көрмедім ол жерде. Ақсу деген өзен жүрдім. Сырдарияны көрдіңіз. Сол біздің мына таудан келетін қаншама өзендеріміз бар. Сосын кейін подземный воды бар. Ол сол жерде анализ жасаңыз бір конкретно жазылмаған екен. Осы жерде не дейсіз осы жерде? Бұл енді облыстық бойынша қысқаша негізінде келтірілген ғой, су бойынша, су көздері бойынша. Ал Тау-Кен жоспары бойынша бұл жерде нақты тұрақты ағатын өзен жоқ. Жаңағы жауын-шашын кезде жаңағы өзіңіз айттыңыз ғой, көктем кездерінде ағынды нелер бар, тұрақсыз. Ол ондайға жатпай ма сонда? Ол тексеруге қарауға жатпай ма сонда оны? Анализ Біз қарашық көрмедік, қарашық постоянный өзен. Қарашық постоянный ғой, ол 13 километр арда орналасқан. Енді бізде қараңызшы, 500 метр, 1 километрде орналасқан өзендер су қорғау белдеуіне аймағынан жатады деп не қылады да. Қарашықты біз скрининг кезінде жасағанбыз, ол 13 километр солтүстік шығысынан орналасқан. Оның әсері жоқ болса біз жаққа суға? Жоқ, әсері. Қарашық 13 километр арда ғой, хотя 500 метр, 1 километр болғанда 1 километр. Оны сұрағаным, таудан ағатын қаншама өзендер бар ғой мысалы. Солар енді постоянный емес деп анализ алмады дейсіз ғой? Бұл кісілер не постоянный стоп деп. Сезонный деп, да? Иә, сезонный. Сезонный кезде... Соған байланысты анализ алмадыңыздар? Анализ алынбайды біз жағы. 2010 жылы осы оңтүстік Қазақстан облысы Асқар Мырзахметов постоянно шығарып қалды. Ол жерде барлық жаңағы өзендердің несіне
кетсе дегенде Шекара. шекараларын бәрін бір өлшеп не қылып басқа мысалы қарашы келген жерде мынау су көктемде бір ай болатын су қар ерігенде көбейеді любой сайдан ағады ондайлар уже постоянно ауысу иә Сезонный 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 кезде су тасқыны болатын жағдайда бұл кісілер жұмысты тоқтатады. Су мешать ететін кезде бұлар арна басқа ол суды басқа жаққа кетіру үшін арнайы салады. Ондайдың барлығы жаңағы суды қорғау несінде қарастырылған іс-шаралар. Бұл кісілерде. енді сезонный деп айтып жатсыз ғой енді мысалға жаңағы ауа райына сезонға байланысты жер асты сулардан көтеріліп түсіп тұрады дұрыс па? Сол допустимый қанша бізде қазір мына жерде иә уровень допустимый уровень біздің астымызда қанша метр мысалы сезон болған кезде енді су тасқын деп таудан су келеді жауын шашын қар ериді сол кезде жер асты су көтеріледі ғой мысалы сол уровені қанша соны білесіздер ма? Бұл кісілер барлау жүргізген, барлауда өздері жазған 12 метр тереңдік. Қазір айтып отыр ғой 5 метрде добыча болады. 5 метрде значит су жоқ деген сөз. Су жоқ деген Барлау Сіздің кешіріңіз, жүргізген. 12 метр сол тұрақты суға алынған нәрсе. Бұл кісінің сұрағы таудан аққан суларды геология былай мочажины суды вместо почтового вода деп тұрақты суды артезиан дейді артезиан деген ішетін нағыз бізге ауыз су ауыз су жарамды су олар артезианский су дейді олар осы жерден ескі материалдарға қарағанда где-то 60-70 метрден шығады одан жоғарыдағы шыққан судың бәрі вместо почтового вода мочажины ол технический сулар оны ішпейді адамдар ауыз суға жарамайды дейсіз жарамайды иә ауыз суға жарайды заты ауыл шаруашылыққа жарайды. Ауыл шаруашылыққа жарайды. иә Соған әсері болмау керек сіздердің мынау. халқымыз енді 20 метрдегі суды ішіп отыр ғой ол қалай болады Қазір бізде тұрақты суымыз құдығымыз 16 метрге бар. водоканал тексеріп жатыр ма? тексеріп отқанша білмейміз ғой Сол водоканалға айту керек. Бұл кісілерде Бұл оның әр неде кен орнында біз мына қоршаған ортаны қорғау бөлімін жасаймыз ғой. Оған неғып өндірісті производственный экологический контроль деген бар да. Өндірістік жаңағы бақылау. Сол проект неде ежеквартально бұл кісілер тапсырып отырады да. Егер жер асты су эксперттер арқылы анықталатын болса, ол жерде бұлар скважина қояды. Ол скважина әр квартал сайын өлшеніп, лабораториямен зерттеліп, отчет тапсырылып отыратын болады. Оны департамент жаңағы экологияға Түркістан облысы. Ол солардың эксперттері келіп тексере алатын құзыреті бар. Біз тексере алмаймыз. Менің өзімде жеке лаборатория жоқ. Ол жеке лаборатория білесіз ғой, құны қандай болады. енді дұрыс осы жерден вопрос возникает етіп отыр да бұл кісілер мына осы фирма определенный отчетный периоды бар ма осы по вопросам экологии по вопросам жаңағы ол туралы отчет тапсырып отырады Департамент тапсырғаннан кейін соның доставились анау исполнительный тексеріп отыру керек да инспектор Тағы бір сұрақта, экологическое загрязнение дейміз ғой мынау. Реальность қанша месторождение? Шаңдану. Реальность қанша? Чтобы халыққа населениеге зиян тимеш. түсіндім. Біз специальный программада бізде сейілу, шаңданудың сейілуін есептейміз. Санитарлық правилаларға сәйкес бұл карьердің санитар қорғау аймағы 100 метр белгіленгенде, біз 100 метр шеңберінде сейілуді есептеп береміз бұл кісілерге. Одан бір ПДК бізде. Сол ПДК-дан асса, ол қатты ластайды деген сөз, бізде бір ПДК шеңберінде. Аспайды. Норма. Жоқ, реализация қашты. 100 метрден тұр санитар қорғау аймағы бұл кісілерде 100 метр. санитарный защитный 100 метр. 100 метр аз. Неге? Мына кісінің капезіміз менің Жоқ, ол санитарлық қадағалау, санитарлық ережелерге сәйкес 100 метр да? Негізі экологияда бір қателескен жері бар екен. Осы мен білетін бір нәрсе. Жерден 5 метр тас алынған екен, обязательно 200 метр көмілмесе, жер асты су төменге түсіп кете береді. Негізі экология жағында, негізі біз экология жағын жазып береміз осы мәселені қайталап. Сіздерге жауап беру үшін. Неге? Экология, егер дәл сіздерге осындай деп хабар берген болса, онда осы қателескен болады экология министрі. Мен егер мүмкін болса экологияға қайталап жазайын мен осы мәселе бойынша. Қазір сіздер көнбейміз, сүріп тұрып қоямыз деп отырсыздар ғой, сондай ғой? Көнеді.
Нені? Бұл Тас кісілер алған жерді проект рекультивация. Жоқ, сол әңгімесі жаңа аяқталған жоқ, бірақ көму туралы. Мен топырақ сатып алып көмсем, мен расход боламын, олай көмбеймін деді. Бұл кісінің әңгімесі жан-жағын қашап қоямын деді. Сол әңгімені аяқталыңызшы. расходтерімізді бөлдім, жер Рәке. Тоқтар. Ол бәрі өсекті, анау етіп айтты, мынау етіп. Міне отырсың алдым. 40 жылдан бері геологпын. Жасыр Мехова. Кандидат наугпын. Керек болса мен өтемен сабақ берген адаммын. Едісімен қазақ. Соны тыңдап алды да. Оның бәрін өтем, өсек. Анау еткенде бүйтеді. Өзі водонепроницаемый нелер болады. Горизонттар болады. Все, одан өтпейді. Жаңағы анау қазып тастаңыз, мынау су азайып кетеді. Ондай нәрсе жоқ. Ағатай, ондай нәрсе жоқ. жоқ деп жатыр, мен айтайын. Мен осы ауылда тұрған баяғыда да, осы шонар елді мекенде су 3 метрден шығарды. 2,5 метр, 3 метрден шығарды. Кейін осы кәрелер келе берді, қазір шонақтан су асты, құдықтардан су 16 метрден шығады, ашардан су 16 метрден шығады. Осының бәрі жер асты суының төмендеп кетуіне не себепші болып жатыр? Осы тас алғаннан болып жатыр осының бәрі. Мен сізге айтып берейін. Биыл мысалы бұл жерде қаржы жақсы жолды ғой, жаумады ма? Шымкентте ол әлеке бізге мына таудағы жауған қардың өзі әсер етеді бізге. Соның өзі жақсы әсер етеді. Каналдың су күйеуі әсер етеді. Иә. Каналдың су әсер етеді. өте, конечно, не бар. Оны біз құдай емеспіз. Ямғырды мына жерде көбірек су басын жаудыра береміз. Сонда енді сіз мына сендіргіңіз келіп отыр ғой. Кешіріңіз. Мынау 4-5 метрге дейін қазба жұмыстары жүргенде жер асты суларына зияны жоқ демексіз ғой. Көму туралы дейсіз, Көмірді рекультивация жаңағы бата дейді ғой, соны выпалашты етеміз. 75 болса біз 30 градус уходит жасап кішкене. Любой адам келеді мына жерден жар сияқты қылып түспейді, ақырын кәдімгідей түсіп кетеді. бірақ ортасы ашық қалады. Ортасы не бар? Жаңағы алынған жаңағы скрещенная порода. Солардың бәрі жаңағы қанша запасы бар? Жылына 3500 ғой бұл. Жылына 3500, 10 жыл көбейтсек 35 мың куб. Соны жаңағы қазған жерін бәрін жайып шығамыз. Ойдағыда безопасностьтың деді. Мысалы осы кісілердің Қанша карьердің әңгімесін тыңдадым, бәрі көміп кетеміз, үйден мына кісінікі бірақ басқаша. Специалист. Енді тағы осы жерде вопрос ағада, осы жерде вопрос. Вообще өз жұмыс біткеннен кейін бұрынғы табиғи жағдайда қайтып қалу керек. Анау бір өз положение сондай ғой енді. Табиғи жағдайда қалу керек. Мысалға жаңағы табиғи шөптер өседі ғой мысалға. Сол табиғи шөптер қайтып өсіп тұратындай жағдайға тастап кету керек. Дұрыс па? Құсеке, рекомендация сол үшін ғой. Сол ғой, рекультивация үшін де қаншама ақшалар бөлінеді мысалға. Рекультивация наука оның өзі, рекультивация деген өзі наука. Фонд ашылады. Енді сіздердің жағдайларыңызда, кім дұрыс қойып отыр, сұрақ өте дұрыс қойып отыр. Жандос. Мысалға жұмыс жасалды, рекультивация жасадыңыз, жасаған кезде сол табиғи шөп қайтып шығып тұратындай жағдай жасап кетесіздер ғой, сондай вариант па? Ол немен толтырасыздар оны? Топырақ тастайсыздар ма? Жоқ, өзі де Скрещенная порода деп қой. Иә, скрещенная порода беріледі. Соның бәрін Өзіне шыққан топырақ жетпейді. Вот, міне, тоқтаңыз, осы жерде. сақтаймыз да соны. Вот сіздер қазір скрещенный работа жүргізген кезде, сол жердің бетін алған топырақ сіздер үйіп қойылады, правильно? Соны алып, қайтадан таси бастады. Солай. ертең біз барғанда сол топырақты көре аламыз. 10 жылдан кейін көре бастап. 10 жылдан кейін? Қазір ашынасы бастаған кезде қарап, өз топырақ 1 метрдің айналасында деп тұр, ары қарай тас басталады ол жерде. Топырақ ол 5 метр алынса. Жоқ, 1 метр топырақ. жоқ, 4 метр алды. Сосын 1 метр топырақпен көмсеңіз, 1 метр топырақ тасып 3 метр қалады. Ол жаңа басын айтқан ол. Енді мен бір нәрсе айтайын аға, сіз қанша науық болыңыз, басқа болыңыз, сіз халықтан үлкен емессіз. Бұл жердің егесі, біз шаңырақ егесі, біз осы ауылдың тұрғынымыз. Осы жерде 50 карьер болса, 50-і де заңсыз мен сізге дейін. Документальный заңды болуы мүмкін, разрешение алу жоқ, аға қараңыз. Стандартпен бірақ ешқайсы жұмыс істеп жатқан жоқ. Оны мына кісілер де біледі, мына жоғарыдан ешқайсы стандартпен жұмыс істеп жатқан жоқ. Келеді, ақшаны істейді, тасын сатады, кетеді. Бірақ шамал елге жұмыс жасау керек. Ол 30 жылдан өтіп кетті. Мына әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстанға сай жұмыс істемесеңіздер, ертең бұл кісілер қазір комиссия барлығын дайындап қойған. Тексереді, ертең сендер маған рұқсат бергенсіңдер, 10 жыл бойы мазалама деген әңгіме болмайды. Ертең 5,5 метр қазып қалуымыз мүмкін. Оны сіз қателеспесеңіз, тракторыңыз қателеседі.
Сондай жағдайда не соған істейміз? жұмыс Мысалы, жасау керек та аға. Шынымен елге мысалы, дұрыстап біз- жаны ашып жұмыс біз істеу. барған кезде жаңағы 5-те 10 емес, мысалы 5,5-6 метр қазып кеткен жағдай болса, сондай сол кезде мына күшін жоя ма, жоймай ма мынау? Бұл лицензияның күші жоқ. Атазбар Бұл кетеміз ғой. лицензияның күші жоқ. Біз атазбар кетеміз ғой. Сол заказ етеміз ғой. Жаңағы маркшейдер ма не? Жаңағы специалисттер. Солар заказ беріп алдырамыз, тексертеміз. күш жойылмайды. Тексертеміз. Атазбар етеміз ғой. Жойылмайды деген нәрсе Мен осы мәселе бойынша 2 күн алдын бір осындай Дәлелдеуіміз керек та, дәлелдеуіміз керек. солай ұтқан жоқпыз ғой. Біз сол үшін ұтқан жоқпыз. Мысалы 5-тен асып кетпесіне кім көмек керек? Ол біз енді контроль жасауымыз керек қой. Оны сіз тексересіз. Бұл кісіге Оны- топ қазып алған пайда. Маркшейдерге бар. Иә, бұл кісі заказды орындады да кетті. Бұл кісінің өзі жаңағы мынау фирмада бұл кісінің өзі заказчик. Жоқ, біз мен де айтайын дегенді, Подрядчик, иә, подрядчик. жаңа сіз айтты 10 жылдан кейін көресіз деп. Біз неге сіздер жұмысты бастаған кезде бетін қылшып алып қойып қоямыз деп жатсыздар? Неге біз соны біз қазір барса ол топырақ таппаймыз ба сонда біз оны? жоқ тұрады ғой ол спецотвал создаваться етіледі Бұны қазір ол былай спецотвалда тұрады сақталып ол сақталған үшін бұл кісілер 10 жыл сайын налог төлейді экологияға ол үш жаққа кетпейді Мысалы біз сондай қазір кез келген Өткен тасауға жылы- барсақ, өткен жылы тапқан бір- көруіміз керек, иә? У вас 50 тасовок, миллионде топырақ жоқ қой. Көре аламыз, топырақты да сатады. сөйлестім. Біз жаңа 5 метр ағадан кейін 1 метр тұпырақты жайып, қайтадан шым екіп кетуіміз керек, заң бойынша керек. Сонда әкеп 2 күн сәжін. Жүз сатып кетті. Олар жаңағы 10 жылға кейін осы негізі біздің аймаққа осы тас завод құруға ешкім ақысы жоқ енді. тас завод емес бұл қателеспеңіздер кен орны Карьерді Сондай бізде Түбі тас зауыт қой. жоқ бұл мына қазір біздің қоғамдық тыңдау министрлікке ілінеді да не үшін тас заводы деп айтылып Басадан жатыр кету үшін бұлар фирманың несінде балансында ликвидационный фонд деген болады. Иә, ол ақша жиналады ертең. Жыл сайын өзінде бұларға белгілеп қояды. Бәленбай ликвидационный фондқа бәленбай ақша аударып отыру туралы да. Бұлар соны жинайды, ертең біз оны да тексереміз. Ол шөт ол бюджетный шөт, ол жаратуға жатпайтын шөт ол. Трехсторонний болады. Да, ол ертең бар ғой, біз ол мәселені бар ғой, ол мәселені біз еще ол подрядчик жағынан, екінші жағынан соған жауап беруші не бар ғой, управление экология, природный ресурсы. Инвестиция солар. Да, инвестиция. Солардың контролінде болады. И компания. Ертең ол біз көрген кезде мысалға дабыл ликвидационный счетқа ақша аудармайтын болса, олар ертең ананы көміпте басынайтын шамаға келген бар. Сондықтан оны да контроль жасай аламыз. Егер бойда Запрос жасай аламыз. экология бар. Лицензионный контрактный условия. Жыл сайын жаңағы ана ақшалардың финансовый обязательно соның барлығын тексеріп отырады. Отчет тапсырып отырады. 8 ГР. Так қарайды. Алло, Жаке. Сіз анау неге төлемепсіз ғой дейді. Все, тоқтат. Бұл. Бір ай уақыт береді. Төлесеңіз төлеп, төлемесеңіз отпускқа кетеді. Через суд. Мен айтып кетейін. Мысалы ауылда 10 шақты, 20 шақты тас карьер бар бізде. Тас заводымыз карьер. Ал енді мен айтып жатқан нәрсені бағана бекерге айтып жатқан жоқпын. Бұрын бізде құдықтың суы 3 метрден шығады. Қазір бұл ауылда да, ана ауылда да, бұл жақта да 16 метрден шығып жатыр. Ал енді бұрын карьер болмаған бізде. Карьер келді, осы нәрсе төменге түсіп барады. Енді айтып жатқан мәселе. Мысалы, сіздер жаңа 5 метр алдыңыздан ма, 1 метр тұпырақты қайталап көміп, үстіне қайталап шымдарын біреу кеше маған қалай деді, біз 1 метр тұпырақты қайталап жайып, үстіне шым екіп кетеміз деді. Шым емес енді. Сол табиғи жол бергенбіз, сол шығып тұрсын дейді сол нәрсе. Ал енді бұл айтып жатқан, біздің ар жағымызда тас көп баба елді мекені бар. Оларға бір тас карьер берілмейді. Неге адамдар айзасын жолатпайды ешкімді. Айналып келген уақытта айналайын берді алып, вот экологиядан бергенде жерін бәрін біз беріп жатырмыз. Бұл нәрсені неге тоқтату керек деп Жерін ойлаймын. біз беріп жатқан жоқпыз. Экология беріп жатыр, дұрыс. Экология жағынан беріп жатыр. Біз беріп Бұл нәрсені біз осында қазірде біздің қоғамдық кеңес түзейік. 10 адам ба, 8 адамдар ба. Әр айда қоғамдық кеңес бар келсін. Жаңа көмірдағыда емес па? Кімге мынау? Азабековқа неге арт жасайды? Олар сөзге бәт экология. Сіз
Siz buna dedi kapı etken ekенсиз. Жаңалықта kapı etken ekенсиз. Магнитов шығып Biz тексеріп 22 жыл, bir жыл соғыс, bunu осы жігіттердің бәрі жүрді. Bir жыл болып соғысып жатқанымыз қазір. Бұл осының арқасында қазір кішкене бұны... жоғалған деп жатыр. Әуелге бір сұрақ қояйын да. Как геолог ретінде сізге, маман ретінде. Мәселе мына Құрекеңнің сөзін қуаттайын деп отыр. Осы менде шорнақтың тумасын, қазір жасым 60 санасы. Кеше біздің үй салып, осы отбасылық семья болған кезде, там салған кездерде 7 құдық қазғанбыз. Бәрі ауыз суды соның күн көрдік қой. 7 метрден су шыққан. Мына бала отыратын жер, Қызаскер деген елді мекен 1,5 метрден су шығады. 1,5 метрден. Енді айтайын, біздің аша елді мекеніндегі 7 метрден шыққан сулар қазір 17 метрге кетті. 3-ге кетті. Bir ма? Мына кісілер отырған жерде 1,5 метр қазір 4-5 метр жанды солай ма? 4-5 метрге кетті. Не солай? 7-8 кетті. Енді мына Қызаскер қосымыз елді мекенінің жоғары жағында карьер жоқ. Бұның бәрі біз осы ашаны шорнақтың тұсында. Осы неге келмеді мысалға? Соған бұл енді бір үлкен больной вопрос болып тұр да осы бізге. Арал теңізі неге? Арал теңізі неге қазір соғып? Иә. Неге? Білмейді, иә? Білмейміз. Әркім үшін мемлекет болды. Өзбекстан әдемі мемлекет. Суда ақша сатпайды. Или ақша бермесең не қылмайды. Иә. Сырдария өзенінде алдым бәлем бар. Естеріңізде ме, мен өзі тумасымнан Бостандық ауданы деген бар, Ташкент облысы. Иә. Қалыңдардың жері. Сол жердің тумасы. Сол жерде мына неге Шардараға балық ұстауға келеді. Мынандай кішкентай бала. Сол уақытта пароходтар жүреді. Білесіздер ме, білмейсіздер ме? Білеміз, иә. Қазір ол пароходтың да көлеген әрпінде жоқ. Дұрыс. Ол сол жерге там салып жүреді. Сол баяғы пароход жүреді. Ол судың бәрі ана жақтан қысқартып Сонда мен сорлымды бұл табиғи апат жігіттер да. Иә, бұл жаңағы Біз 5 орталық Азия бойынша осындай жағдай бар да. бұл жаңағы Корея ғазы емес. Корея ғазы емес. Бірінші жаңағы 1,5-2 метр жерден суды ішпеңіздер. Ішпеңіздер. Оның бәрі водоканалға бар, Шымкентте бар водоканал. Анализ өткізіңіздер, иә. Оның бәрі бачажирный. Ана межпостовой вода. Ана артезианский где-то 60-70 метрде шығады. Ол как раз нағыз ауыз. Сіздердің акцияңызда 35. Ертең Соның өзі екеуміздің жарамсыз табылып жатыр. Ауыз күші балалар толып жатыр ғой, бәрі соның бәрі. Мысалы, Рәке, ол 7 метр неше жыл алдын еді? Примерно. Неше жыл алдын еді? 7 метр 30 жыл алдын. 30 жыл алдын еді? 30 жыл алдын. 30 жыл алдында мына жерде 10 адам су ішетін мысалы. Қазір 10 адамның жоқ дегенде әрқайсында 10 адам бар. Уже 1000 адам болады. Халық көбейді. Халық көбейді. Ол уақытта 100 литр ішетін болса, қазір 1000 литр. Міне, пожалуйста, чисто математика. И екіншіден. Потребление көп дейсіз ғой. Потребление көп. И бір жағынан ауа райын көріп тұрсыздар ғой. Жаңбыр. Мысалы, жеке былайда түсініп алады, баяғыда бала күнімізде 3 ай коньки тебетмейміз. Ауылда кәдімгі жол. Қазір емге қаржы. Ана мектепке жолмен сырғанап барып келіп жүреді. Былай, менің қазір бар ғой, сайлау жеріне жиналысым керек, аудан әкімінің өткізуіне. Менің уақытым жиналыс қорытындыласақ. Қорытындылай. Просто предложение беріп тастайыншы, предложение. Сіздің ана отчетыңызда бар ғой, біз оқыдық барады, еще деді. Сол жерде жаңағы не бойынша. Біз былай қылайық, окончательно емес, ана подрядчикке срок берейік. Подрядчикке да, ана кісінің жасаған отчетында кемшіліктер бар. Кемшіліктер бар, жаңағы бассейн бойынша кемшіліктер бар, бітпеген нәрсе ол жерде. Сондай срок берейік, қазір қыс уақытта енді біз қиналмайын деп тұрмыз. Возможность берейік, күн жылғаша соны восстановить етіп, көрсетіп, біз ертең мына комиссия құрып барып көреміз ол нәрсені. Жетпеген, септик бойынша ма? Иә, ол біраз забетонированы не емес қой ол. Сіз сол нәрсені біліп, содан кейін бойынша неше отстой бар. Жоқ, бұл кісілерге карьер бойынша 7 адам жұмыс істейді да, 7 адамға бір бөлтірек жетеді бетонирование. Анарда сіздің отчетыңыз бойынша қазір қайта жіберуге болады да, бірақ біз мына қыс ауасына байланысты кішкене уақыт берейік, соны восстановить етіп, Сөзіңізді бөлейінші, мен қазір негізге біліп тұрмын қандай сұрақ. Біріншіден, ол суда не үшін керек? Переработка кезінде. Переработканы біз мына жерде тек қана добыча. Жаңа айтқан добыча. Переработкаға отдельно. Хорошо, жиналамыз. Түсіндім. Сол кезде мы будем указывать. Хорошо, сол мәселені тұтып қойыңыздар.
Біз өзіміз не қалдырамыз өзімізге жауапкершілік, Нам біз заказчикке айтуға айтамыз. қалдырамыз, сондай срок береміз, сосын кейін біз өзіміз барлық уақытта өзімізге құзырымызды қалдырып отырмыз да, үлек тексеріп, сіздерге протест беруге біз сол нәрсені қалдырамыз. Сондықтан қазір мына қыс ауасына байланысты үшін тоқтап тұрмыз. құрметті жиналысшылар, көрдіңіз бе, халықтың көзі ашыла бастады. Алғашқы қоғамдық тыңдауларда жалпы халыққа көп нәрсе түсініксіз еді. Қазір халықтың көзі ашылды уже міне. Көрдіңіз бе? Өте жақсы бастама деп ойлаймын мен. Сізге тағы бір просьба, сізге именно. Ана экопорталға тастаған кезде подтверждающий сурет түсіріп тастаңыздаршы, просьба. Тастадық қой. Мен көрмедім что-то. Қандай подтверждающий? Міне. Жаңағы мысалы Бөлім бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Міне Сауран деген газетке берген. жоқ, ол емес. Одан кейін Сіз берген заключениеңіз бар емес па? Иә. Заключениеңізді жазыңыз, осы жағдайды айтып бердіңіз да, сіздің карьердің жағдайын мысалға, сонда бассейннің жағдайын бүгінгі таңда. қараңызшы. Біз қоршаған ортаны қорғау бөлімі не үшін жасалынады? Жобаланып жатқан нысанға жасалынады, жобаланып ол жерде ештеңе жоқ қой. Негізі жоба бойынша түсіндіңіз ғой? Жоба бойынша. Ал ол бар болса ол заң бұзушылық. Ал не қыламыз? Бөлім бойынша сұрақтарыңыз, қарсылықтарыңыз жоқ болса. Жоқ, түсінікті. Ол қарсылық жоқ. Қарсылық жоқ. Бірақ срок береміз енді. Заказчикке